Сәлем достар! Бүгін біз асқабақтың пайдасын түсіндіретін боламыз. Бірінші видео басталмай тұрып, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан, оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жеріне ол қайдан әкелінді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде нақты деректерді де табу қиын. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін, қолдан өсірілетін өсімдік, уызсыз, дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда мал азығына пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, риофлавин, дәнінде 40% май бар. Құрамында әр түрлі физиологиялық әсері бар кукурбитацин заты болады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектері мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, B1, B2, B5, Е, П, ағзадағы зат алмасу жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қаназдық, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетін таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды. Өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына тануға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек, қан тамырлары аурулары, гипертония, зат алмасудың қиындықтары бар. Науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жанап пайдаланған күйінде ғана ішеді. Өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай. Асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп аудаушы қабынуға қарсы өт айдап паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Ас қорытудың үдерісін тездетеді, уыттарын тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік.